Жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұдан былай банк картасын ұстаушылар тексеріледі. Қазақстанда төлем карталарын пайдалануға қатысты жаңа талаптар енгізіліп жатыр. Нақтырақ, банк карталарын ұстаушыларға бақылау күшейтіледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше, енді бір банкте 5-тен көп карточкасы бар қазақстандар тәуекелі жоғары санатқа жатқызылды. Редакциямыздың ресми сауалына берген жауабында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банктерге 5 немесе одан да көп төлем картасы бар клиенттерге қатысты жаңа талаптар енгізгенін мәлімдеді. Мұның басты себебі дропперлік карталарды қолдану арқылы жасалатын алаяқтың көбеюі. Дропперлік бөтен адамдардың атына ашылған карталар арқылы заңсыз ақша аударымдарын жүзеге асыру. Агенттіктің мәліметінше, Қазақстанда 6,2 мыңнан астам дроп карта анықталып, олар арқылы 24 миллиард теңге заңсыз айналымға түскен. Банктер қандай шаралар қабылдайды? Қабылданған жаңа ережелерге сәйкес, банктер клиенттің бір банк ішінде бас төлем картасынан артық ашуына шектеу қоя алады. Сонымен қатар қаржы ұйымдары күмәнді операцияларды бақылау және жоғары тәуекелді клиенттерді анықтау шараларын күшейтеді. Қандай операциялар күдікті деп саналады? Бір адамға бірнеше банк картасының рәсімделуі, карталар арқылы ірі төлемдегі қаражаттардың жиі қозғалысы. Заңсыз әрекеттерге қатысы болуы мүмкін тұлғалар ақша аудару, электрондық казино немесе күмәнді цифрлық активтер биржаларына төлемдер жасау. Клиенттің шоты бұғатталуы мүмкін бе? Егер банк клиенттің қаржылық операцияларынан күдік тудыратын белгілер байқаса, оның шоттары уақытша тоқтатылуы мүмкін. Күдік расталған жағдайда банк клиенттің шотын бұғаттап, құқық қорғау органдарына хабарлауға құқылы. Клиент жоғары тәуекел тұлға екенін қалай біледі? Банктер тәуекелдерді басқару жүйесіне сәйкес клиенттердің тәуекел деңгейіне қарай бөледі. Бірақ клиентке жоғары тәуекелді мәртебесі берілген туралы арнайы хабарланбайды. Егер клиент өзіне қатысты шектеуді байқаса, банкке ресми түрде жүгініп, қаржылық операцияларының заңдылығын дәлелдеу керек. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.